таптыңыз ба сіз де? О, иә. Міне мына жерде шипа тапқан екенсіз ғой. Иә, міне мынарда бауырым келіп отыр. Сол көп әңгіме болып жатыр, ашығу туралы болып жатыр. Иә? Иә. Пол Брек деп жатырмыз енді, бәріне еңбектері Құдайдан қайтсын дейміз енді. Бірақ сен 21 күн ашықтым дейсің ба? Иә. Міне 21 күн ашықтым дейді мына жігіт. Енді нәтиже болады. Иә? Бірақ бір ескеретін нәрсе бар. Осыны мен әр қазақ менің жалғызым деп айтып қояйын енді. Оны түсінген адам түсінеді, Абай айтқандай. Сәулесі бар жігіттер бір ойланар дейді. Біз жаңағы 3 күннен бастап ашығамыз, 10 күн ашығамыз, 21 күн ашығамыз, 40 күн ашығамыз, иә? Бірақ нәтиже көреді адам. Бауырдан, өттен, ішкі құрылыстан. Бірақ деген бар. Адамның бойында 40 күнге жететін резерв бар дейді. Бауырымызда, иә, жалпы адамда. Біз соны сарқып аламыз. Енді сол кезде бізге бір тымау бірдеме, Құдай сақтасын, бірдеме болып қалған жағдайда, енді сен одан бас көтеру қиын болады. Адамдар содан есін жия алмай, әуелі айықпас дертке шалдығып қалғандар бар екен. Иммунитет түсіп кеткен. Көрдің бе? Міне, сондықтан ол бейберекет, ол ашығу, анам орындарын қою керек екен. Кәдімгі ашық, ішкі құрылысын, қойдың сорпасын қабылдамай қалған ба? Міне, Құдай сақтасын. Қойдың сорпасын іше алмай қалдым дейді. Тамақты қойып, иә? Тамақты Міне. қойдың сорпасы. Сондықтан мен күнде осыны айтып жүрем ғой. Бейберекет болмайды. Суыққа да түсе бермеңдер. Міне сен суықтың көкесін көргенің, иә? Міне таза суыққа түскен адам бізге келіп мойындап отыр енді, өзінің қанша суық алғанын. Суыққа түскенде солай. Сіздің бойыңыздағы энергияны, қуатты алып кетеді. Адамның бойында теңдессіз күштер бар. Білеміз оны, иә, бәріміз. Запастар бар, резервтар. Біз соны құртып аламыз. Жаңағы ашыққанда да солай. Енді ораза ол бөлек нәрсе. Оразаны ұстау керек. Бірақ оның да өз орны бар. Ішетін тамағы бар. Бәрін дұрыс ұстасаң, ол да шипа болады. Керемет. Ауырсаң тұтама дейді. Иә. Бірақ оны дұрыс ұстасаң, ол шипа болады. Ал көбінде қазір біз таңнан кешке дейін айту, ораза ұстадым деген аты енді Алла қабыл етсін. Бірақ ауыз ашарда жыл 12 ай ішпеген тамағын нығап алады. Одан кейін енді қалай біз денсаулық тілейміз, иә? Қалай сау боламыз біз? Сондықтан келіп кеңес алып, ойыңызды өзгертіп ең әуелі, содан кейін өміріңізді өзгертсеңіз болады. Өмірлік қуат деген сол болады.